My name is Nsambai Ahbiba. I'm 16 years old. I'm from Aktau. I finished the school number 2 in Manila. Now I am a student on the first course in multi-profile college named by Shahmardan Yesenov. My future profession is an English teacher in primary school. I've chosen this profession because I like English language. Nowadays, it's necessary to know 3 languages. Kazakh as native, Russian as the language of communication, and English as global language. So I'm practicing to be a good teacher with a good knowledge. Ағылшын тілін оқыту процесінде тілді дұрыс үйрету, ауызша сөйлеу, сауатты жазу, мәнерлеп оқу өте маңызды. Қазіргі кезеңде мектептерде ағылшын тілін оқыту дұрыс жолға қойылған. Оқушылардың ағылшын тілін біліп қана қоймай, оның тарихын, ұлттық мәдениетін білуге көп көңіл бөледі. Еліміздің болашағы дарынды жастардың қолында. Осы сәтке дейін мен көптеген байқаулар мен жарыстарға қатыстым. Ендігі мақсатым өңірлік WorldSkills жобасында кәсіпкерлік құзыреттілік бағыты бойынша өзімнің жобамды ең үздік деңгейде алып шығамын деген ойдамын. Мен жуырда стартап Маңғыстау атты жобаға қатысып, өз бағымды сынадым және ол жерде өзіме көптеген тәжірибелер жинадым. Менің шағын ғана той ұйымдастыру орталығым бар. Мен болашақта кәсіпкер болғым келеді. Өз күшім арқылы кішкентай балаларға кішкене болсын күлкі сыйлағым келеді. Бұл менің осы күнге дейін жеткен жетістіктерім. Назарларыңызға рахмет.